Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Ата-енеме қатты ұнаған, өте дәмді болып шығатын, жұмсақ болып шығатын булочканы рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, көп уақытты алмайды. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, міндетті түрде отбасыларыңызды қуантасыздар. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен осындай атысымызға жылы сүтімізді және де үстіне дрожжымызды саламыз. Және де оның үстіне барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ерігеннен кейін бір жұмыртқамызды салып, және де сұйық майымызды, және де шекерімізді қосып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды осылай біртіндеп қосу арқылы жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды қатты елемейміз, жұмсақ қылып елейтін боламыз. Осылай барлығын салып алып, артынша барлығын елеп шықтым. Елегеннен кейін осында сары майымызды ерітілген жан-жағына жағып, сыртына тағы да бір басып шығатын боламыз. Тек қана сыртына ғана жағатын боласыздар. Себебі сол кезде сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып, үлпілдек болып шығады, және де бір жарты сағатқа тындырып қоясыздар. Керекті құрамдардың барлығын описание бөліміне толыққанды жазып кетемін, сол жақтан көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге творог, және де бір жұмыртқа, және де шекеріміз салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Үй жағдайында жасалатын тағы да басқа да толыққанды өте оңай жасалатын рецепттерді менің YouTube каналымнан көре аласыздар, көрсеңіздер болады. Міне достар, бізде жарты сағатта осынша үлпілдек болып пайда болды. Ендігі кезекте осылай қолымыздың көмегімен осылай түйіншектеп, доңғалақ тәрізді етіп, барлығын осылай бөліп шығатын боламыз. Шамамен 70 грамдай болады. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін үстіне орамалмен осылай жауып қоямыз. Жайлап шетінен алып, осылай қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай осылай жасап алсаңыздар болады. Немесе оқтаумен де жасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай салмасын салып, осылай түйіншектеп шетін басып, артынша қалған осылай пышақтың көмегімен кесіп, дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар болады. Міне достар, осылай болып барлығын жасап аласыздар. Одан кейін міне барлығын осылай орналастырып аласыздар да, үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус температурада 35 минутқа пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап отыруды ұмытпаңыздар. Міне достар, менде дайын болды. Осындай жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.